Мен осында арендатель болып жұмыс істеймін. 10 жылдан бері, уже 10 жылға кетті. Біздерде мына қазір заң закон шығып жатыр ғой, мына жаңа жемқорлыққа деп шығып жатыр. Жемқорлыққа біздер вообще қарсымыз. Біздер мына адалда жұмыс істеген уже Құдай қаласа 10 жыл болады. Сол 10 жылдың ішінде біздер бүкіл проверка, тексерулердің бәріне дайынбыз. Пожарный бізді келіп тексерді, өрт сөндірушілер алдын ала бізде аварийный жаттығулар болды, сигнализация болғанда бір-бірімізге көмек көрсетіп, бутиктарымызды жауып, келген тұтынушыларды, сатып алушыларды өзімізбен бірге сыртқа шығарып, сондай қолдау көрсетіп, бірінші көмегімізді көрсетеміз. Екіншіден, налоговый жағы бізде бәрі таза. Ай сайын бүкіл арендательдер өздерінің тиісті орындарында, бір орында осы 10 жылдан бері жұмыс істеп келатыр. Бастықтарымызды үстімізден тексеріп отырады. Бізде бәрі өте жақсы. Бүкіл келген тұтынушылар бізде риза болып кетеді. Енді мына айтатыным қазіргі жемқорлық сыбайластыққа дегенім, оны, конечно, бәріміз қарсымыз. Былай қарасаңыз, өзіңіз жемқорлыққа любой кісі қарсы болады. Ешкімнің артық несі жоқ, қарапайым халық содан көп зардап шегеді. Сол үшін де айтып отырғаным сіздерге, жемқорлықта вообще көзі жойылса екен, жоқ болса екен, сонда халықтың дәрежесі, жұмыс жағы, әлеуметтік жағы, моральдық жағы, бүкіл соның өзі халыққа поддержка болатын еді.